Так, 6 бөлімде сіздердің қалауларыңызды орындап едім. Не деген қаралым, не деген реакция, лайктар кетіп жатыр. В приятном шоке болып қалдым. YouTube каналымда ашарда бұндай тақырыпта роликтерім сіздерге жақсы өтеді деп ойламап едім. Қолдауларыңыз үшін үлкен рахмет. Ал енді тағы да сіздердің айтып жатқан ойындарыңызды зерттеп көрдім. Сәлем, сіздермен Нагю. Давайте соза бермей тез бастайық. Тағы да айта кетейін, ең қызығын соңына қалдырдым. Сол үшін роликті толық көрмей шығып кету деген болмасын. Келістік пе? Ойбай достар, мына ойын жайлы вообще естімеген екенмін. Осы оқырманым жазған соң зерттейінші дедім. Сөйтсем, мынауың әжептәуір пошлый ойын ғой. Так, жалпы бұл ойында не болатыны жайлы түсіндіріп кетейін. Gacha Life деген ойын. Ойынның анимациясы аниме сияқты жасалыныпты. Мұнда біздер сияқты әртүрлі адамдар оқиға құрастырады, яғни сериал. Әркім өз қалауынша. Біреуі достары жайлы, ата-анасы жайлы, жақсы оқиғалар құраса, ал көбісі, достар, көбісі 18+ оқиғалар. Оның бәрін құрастыратын почти тек балалар ғана. Жоқ, кішкентай балада қандай ондай фантазия жүр, көріп шоке болып қалдым шыны керек. Мысалы, мына видеода бір ютубер Gacha Life-тың сериалдарын жек көрем деп тұр. Өйткені оқиғаның басы қалай бір жігіттің қызды зорлап, аямай ұрып, кемсіткенмен басталады екен да, соңында екеуі үйленіп кетеді екен. Мынандайларды көріп өскен балалардың психикасы не болады сонымен? Адамды ұру, кемсіту деген нәрселер оған норма болып көрініп қалады. Ал мұнда айтып жатқан қорқынышты жері бар екен деп жатқандарыңыз, енді ол да бір қорқынышты қылып жасаған сериалдарының бірі болса керек. Немесе білесіздер, әр ойынның сайттарда эксе версиясы болады, яғни қорқынышты хоррор ойыны. Сіздердің көргендеріңіз сол эксе түрлері де болуы мүмкін. Достар, бұл ойынды ойнасаңыздар, жақсы оқиғаларын көріп ойнаңыздар, бірақ жаман жағына өтіп кетпеңіздер. Жалпы айтқанда, бұл ойын маған онша ұнамады. Балалардың психикасын бұзатын ойын. Охо, бұл Бравл Старсты көбіңіз айтып кеткен соң зерттеп көрейінші дедім. Негізі ойын жартылай норм, жартылай хоррор ойынға жатады екен. Ойынның тапсырмасы әртүрлі персонаждармен команда болып, басқа командаға қарсы ойнайсыздар, олардың персонаждарын өлтіріп дегендей. Айтқандай персонаждар маған ұнады. Так, сонымен көбіңіз Диана бұл ойын чота не то, бір түрлі түсініксіз қорқынышты жайттары бар екен. Түнгі 3-те кіргенде өлтірем деп қорқытады екен деп жазып жатырсыздар. Шынымен барлығын зерттеп шықтым. Тура сіздер айтқандай екен. Түнгі 3-те кіріп ойнасаңыздар, мына қыздың түрі қан ағып тұрып, быт-шыт болып, ей неудачник, ойыннан кеш болмай жатып шығып кет, шықпасаң біз сені тауып алып жазаңды береміз деп шығады да жоқ болып кетеді. Играть деген кнопканың орнында умереть деген жазу тұрады. Енді мына жазуға қараңыздар. Ойынды бастаған соң кәдімгі ойын болып басталып, арасынан осындай скример жайттар шығып тұрады. Бравл Старстың осындай сұмдығы бар екен деп айтпай қояйын, бұл да эксе версиясы. Яғни, бұл Бравл Старстың оригиналы емес, сайттағы қорқынышты түрі. Мынау естеріңізде болсын. Ойынның оригиналының өзінде бұндай жайттар жоспарланбаса, түнгі неште кірсеңіздер де бұндай скримерлер шықпайды. Тек браузерден, Google'дан арнайы эксе түрін тартсаңыздар ғана осындай хоррор болып тұрады. YouTube'да көбісі ойбай, бұл оригинал Бравл Старс деп жүр екен. Желательно эксе версиясын тартпай қойыңыздар, өйткені өздеріңіз білгендей, браузердегі ойындардың көбісінде вирус болады. Алдыңғы бөлімде Майнкрафтты тағы да зерттеймін деп едім. Енді тағы бір қорқынышты Майнкрафтты көріп қалдым. Оның логотипі осыдан мынауға ауысып кеткен. Бұл түрі 2018 жылы шыққан, бірақ әлі де бар ма, жоқ па білмедім. Сонымен бұл ойынды тартқан соң компьютер өзімен өзі өшіп қосылып, экранда осы ойыннан басқа бәрі өшіп кетеді екен. Кіргеннен осы қорқынышты күліп тұрған смайлик шығады. Енді ойындағы ай қызыл түс болып кеткен. Ал мына су тура ол жерде су емес, қан ағып жатқан сияқты. Жердің төбесінен қарасақ, дай деп жазылып тұрады. Қазақшаға аударғанда өл деген сөз. Қой, сиырлардан осындай дыбыстар шығып тұрады. Осы блоктан өтсеңіздер, осы аударылып тұрған крест тұрады. Барлық жері қан болып жатыр. Енді осы жердегі водопадтың артында есік бар екен. Ішінде бізді не күтіп тұрғанын көрейік. Ең қорқыныштысы енді басталады. Дайын болыңыздар. Біз сені күттік. Мына суреттерге қараңыздар.
біз ашпыз. Артқа қарағаннан қап-қара бірдеңе келе бастайды, мына есікке кіріп кетеміз. Бөлме түсініксіз, дуалдарда черептер бейнеленген, ортада кітап, шамдар, қан сияқты су, ритуал жасайтын бөлмеге ұқсайды екен. Кітапта қазір бірдеңе болады, төбеге қараушы болма деп жазылып тұр. Оны тыңдамай төбеге қарасақ, осыдан соң ойыннан шығып кетеді екен. Болды. 90% адам осы Free Fire'ды сұрады ғой. Соншама не болып жатыр бұл ойында деп іздеп көрсем, достар, мынау видеоларды көргенсіздер ғой сіздер. Түнгі 3-те Free Fire ойнадым, осындай жаман нәрселер шығып кетті, ойынды өшірсем де Darknet'тен или жыннан хат келді, кейін есігімді тақылдатты деген. Солай ма? Қорқатын түгі жоқ. Ол ойынды ойнап мынандай қорқынышты жайттар болғаны рас. Өйткені Free Fire'дың XA версиясы ғой. Ал Skryty'дан звонок келді, жын жасты дегендері енді өтірік екен и так түсініп тұрған шығарсыздар. Free Fire'дың оригиналында ештеңе жоқ, бәрі өз қалпында. Ал XA версияларында не болатынын айтып отырмасам да білесіздер, Енді қорқып жүрмеңіздер, Free Fire жаман екен деп. Браузерден хоррорын тартсаңыздар, онда шынымен жаман болады. Ол XA ойындарға түнгі 3-те кірмесеңіздер де сондай жаман болып тұра береді. Просто адамдарды қарату жолы ғой. Ойбай, именно түнгі 3-те ойынға кірмеу керек дегендер. Ал енді келесі қорқынышты ойынға өтейік. Мәссаған, Among Us-тың бұндай ойыны бар деп ойламаппын. Негізі Among Us-ты қазір ойнайтындар өте аз. Сол үшін де XA версиясы жоғау деп жүредім, сөйтсем көп екен. Қазір солардың бірін зерттеп көрейік. Тағы да түнгі 3-те кірсең жаман болады дегендер көп. Көбісі бұл Among Us-тың XA версиясы деп айтпайды. Тек Among Us-қа түнде кірме дейді болды. Оригиналына түнгі неште кірсеңіздер де ойын өзгермейді. Соны еске сақтап алыңыздар. Ал кеттік, қорқынышты түрінде бізді не күтіп тұр екен? Ойынның басы кәдімгідей оригиналдағыдай басталады. Ойыншыны таңдайсыздар, оған есім қоясыздар. Барлық сұмдығы ойнау кнопкасын басқан соң басталады. Бірінші, стрелкалармен қайда баруды айтып тұрады. Стрелка апарған бөлмеге барып, камераға қарасақ, мүлде басқаша Among Us ойыншысы тұрады. Бірақ сол жерге барсақ, ол жоқ болып кетеді. Енді тағы стрелка көрсеткен жерге барсақ, мына үлкен тесік тұрады. Оригинал ойында бұл мүлде болмаған. Енді соған кірем десеңіздер, күте тұр ахахаха деген қанды қол тұрған жазу шығады. Ақыры сол тесікке кіреміз. Енді ойынның қалай өзгеріп кеткенін қараңыздар. Барлық жерде қанның іздері тұрады. Өлі Among Us ойыншылары жатады. Енді мына қанды іздер тұрған жерді қараңыздар. Давайте сол ізбен жүріп барғанда не болатынын көрейік. Кіргенде шкафта Help me деген жазу тұрады, яғни көмектесші деп тұр. Бізге камераны жөнде деген тапсырма береді, бірақ сол тапсырманы орындап жүргенде барлық жерден белгілер шығады. Камераға қараушы болма, тез бұл жерден шығып кет деген. Енді ақыры камераны жөнде болған қарасақ, мынаны қараңыздар. Тағы да жерде үлкен тесік тұр. Енді сол жаққа барсақ, телескоптан медицина бөлмесіне бар деп тұр. Соған барсақ, подвалға осындай лестница тұр. Абайла деген жазу тұр. Ал соған кірсек, мынаны қараңыздар. Among Us-та бұндай ешқашан болмаған. В общем, осындай әртүрлі жерге шақыра береді, бітпейді бұндайлары. Тапсырманы орындаған сайын сондай жерлерге тап болып жүре бересіздер. Бірақ оригинал Among Us-тан әлде қайда қызық сияқты. Шыны керек, ойнағым келіп тұр. Бұл ойынды да бұрын соңды естіп көрмеппін де, білмеппін де. Жалпы бұл ойында ешқандай да орындайтын тапсырма жоқ. Жай ғана уақыт өткізуге арналған ойын екен. Ойынға кіргеннен алдымыздан осындай серия болып тұрған смайликтер шығады. Енді мына астындағы әртүрлі кнопкаларды таңдап, соларға алып барсақ, музыка ойнай бастайды. Яғни музыка құрастыруымыз керек. Мынаны көрсеңіздер, түсінесіздер. Енді бұл ойынның түрлері көп екен. Қорқынышты хоррор түрі, смайликтерді бір-біріне ғашық қылдыратын түрі. Негізі қарап ойнап отырсаң шыға алмай қалады екенсің. Мысалы, қазір хоррор түрін көрейік. Oh God. Яғни басында кәдімгі сүйкімді ойын болып басталады да, соңында тұрған кнопканы алып барғанда ары қарай қорқынышты түрі басталып кетеді. Енді ең қызығын көрейік. Негізі мен сіздерге мынандай болды, анандай болды деп айтып отырғанша өздеріңіз көргендеріңіз жөн болады.
Мә, сіздер білетін, бірақ мен білмейтін қызық, қорқынышты ойындар көп екен ғой. Әлі де сіздер айтқанның бәрін көре алмадым. Барлықтарыңыздың жазғандарыңызды оқып шықтым. Әлі де зерттейтін қызық ойындар көп екен. 8-ші бөлімде қайсы ойындарды зерттегенімді қалайсыздар? Тез комментке жазыңыздар. Сосын лайк басып тіркелуді де ұмытпаңыздар. Ал сіздермен болған Диана Кю келесі қызықты, қорқынышты роликте кездескенше.